екенін білу үшін зертханаға барып келу керек. Саламатсыңдар ма? Біз бүгін сендерге аналарың кока-кола ішуге рұқсат бермей ма? Соны не үшін рұқсат бермейтін өз көзімізбен көрейік. Тәжірибе жасап көреміз бе? Сендерге қызық болып тұр ма? Ендеше балалар, біз қазір мына кока-коланы аламыз да. Кока-кола газы шығады, балалар? Ендеше балалар, мынаны өстіп қана Малика өстіп кигізе қойшы кока-коланы. Төгіп алмай, жақсылап. Балалар, абайлап. Салынды ма? Жарайсың, келді ма? Болды. Жарайсыңдар. Енді қаттырақ шайқаңдар, сен де суды қаттырақ бүйтіп қойып шайқаш. Қатты-қатты шайқа, қатты-қатты шайқаш жаңағыдай. Қатты-қатты. Шайқа. Қатты-қатты шайқа. Балалар, тоқтай тұрмын. Тоқта. Балалар, қараңдаршы. Қара, Малика судағы шар үрілген жоқ, е? Алдына шаршы, балалар. Үрілді. Яғни бұл іші неге толды? Газға толды. Яғни балалар, осы кока-кола не істеуге болмайды? Ішуге болмайды. Неге? Себебі біздің ішкі құрылысымызда ішіміз осылай болып дүңк кетеді. Қандай болады? Үріліп кетеді, балалар. Сонда да кока-коланы ішуге болмайды. дұрыс айтасыңдар, балалар. Ендеше тағы бір тәжірибе жасап көреміз бе? Ендеше балалар, қазір қояйын. Енді сіздерге кока-коланы құяйын, не? Көрдіңіздер ме, балалар, газы сыртына шығып жатыр, е? Ендеше кока-коланы құяйын. Саған да кока-кола құяйын, не? Тағы кімге құяйын? Кімге су құяйын, кімге кола құяйын, не? Су құяйық, енді балалар. Алдымызда тұрған жұмыртқаны салайық, қане. Біртіндеп жайлап салса қойынды. Салағым. Салғым салмады әлі. Салағым. Сүрте ғой. Қолын сүрте ғой. Қазір балалар қараймыз. Жұмыртқаның түсін анықтаймыз, е? Балалар, ендеше алдымыздағы стаканды траекториямызға төгейік. Жұмыртқаның түсін қарайық, е, балалар? Жайлап. Асықпа. Апа, мен жұмыртқаның сыртын қарап қоңыр. Қоңыр. Менікі де. Сенікі де қоңыр түсті болды ма? Мына жұмыртқаның сырты қандай? Қоңыр және ұстағанда даттанып қалған жұмыртқа сияқты болып тұр. Ұстап көріңдерші, балалар. Даттанып қалған жұмыртқа сияқты ұстап көрші. Қане, даттанған сияқты ма, балалар? Ал мына жұмыртқаны ұстап көріңдер, сырғанақ па, қара? Сырғанақ. Ал мына жұмыртқаның сырты қандай? Қоңыр. Және қандай болып қалды? Даттанып қалған ба? Суды пайдаланған дұрыс, ал коланы пайдаланған дұрыс емес. Апай, кока-кола денсаулыққа зиян. Балалар, ендеше коламен тағы бір тәжірибе жасап көрейік, е? Қазір коланы ашады. Ендеше мына аспирин қышқылын салып көрейік, балалар?
балалар зертханалық жұмыс жасағанда мейлінше қауіпсіздік ережелерін сақтаған жөн, иә балалар? Иә. Ендеше мына коланың ішіне Расыл сен сала ғой, Малика мына коланың ішіне сен сала ғой. Қане салыңдаршы, біртіндеп сала қойыңдар. Сала ғой. Маған сала ғой. Көрейік, иә балалар? Мама қараңдар. Балалар қараңдар, вулкан болып шығып жатыр, иә? Иә. Көріп тұрсыңдар ма? Маса. Вулкан болып жатыр ма? Иә. Балалар, бүгін тәжірибе ұнады ма сіздерге? Иә. Біз тәжірибеде не туралы білдік? Кока-кола. Кока-кола. Сосын Кока-кола қандай екен? Апа, мен ішпеймін кока-кола. Бағдаға білмеймін. Достарыңа бермейсің ба? Жарайды, дұрыс айтасың. Мен колада ішпеймін. Үйде ішпеймін. Үйде мама. Мама маған суға рұқсат бермейді. Оған зиян екенін білдің ба? Иә. Көп тұтынған адамға не болады? Сырт кетеді. Дұрыс айтасың. Апа, ұйқысы бұзады. Дұрыс айтасың. Адамдардың ұйқысы бұзылады, иә балалар? Иә. Сондықтан да Кока-коланы Ішуге болмайды. болмайды, иә балалар? Пайдаланбайық, иә Кока-коланы? Иә.